Шетелдегі білім ол жақсы, бірақ біздің ұлттық болмысымызды да тануымыз керек та. Ақыл айтуды, біздің жаңағы кейбір жаңағы көлгірсіп дана болуды бұл жерде айтуға. Жаңағы Өзбекстандағыдай әрбір баламыз көшеде сәлеметсіз бе деген амандасатын деңгейге жетсек, міне біздің мақсатымызға жеткеніміз деп. Біз уақытқа тәуелді болып кеттік қой, жоқ уақыт бізге тәуелді болу керек. Жаңа үлкен кісілерге автобустың ішінде орын бермеу. Енді соған барып жаңа ақыл айтатын болсам, ол сіздің өзіңізге ақыл. Мынау Түркістан қалалық полиция бөлімінің де осы нәрсені қолға алғаны бекерден бекер емес. Қазақстанда бір қала болу керек арақ шарапсыз. Ол енді қалама біз соны жасауымыз керек деп ойлаймын мен. Келешек ұрпағымыз болсын, басқа болсын әйтеуір. Зияратты болатын біледі, бабаның басына кіріп Құран оқытылатын біледі ол жерде. Үйте тұра келген күні түнде қонақ үйлерінде ішімдікке тойып, ертесіне сол зиярат жерлеріне барып жатқан делегацияларға бірнеше рет куә болды. Жанның қалауы руханият соған сусап кетті, шынын айтқан. Қазығындағы қайнар көзінен алған дүниеден ажыратып алды.